ойбай сөйле сөзге келгенде орындардың алдында қағалаған жорғадай сөйлегенің жалықпау жатқа жақсы қалыпта білгеніңді айтпасаң тыңдар сөзің бар екен сіздің айтар қалыққа айтарыңды анықта аққу құстай шалықта жақсы менен жаманды қаусарма жақ қызыл түк ішінде қалыпта мұңғабайдың әлемі осылай мұңлы бәр созақ домбырамның сәлемі Серлері, я? Алатау серлері тобы. Қош келдіңіздер? Қош көрдік. Қайырлы таң дейік өздеріңізге. Бізге де көрермендерге де 100% бір тамаша көңіл күй сыйладыңыздар. Керемет әнмен басталып. Әнмен ояттық қалды. Тамаша, өздеріңіз көргеніміз өте қуаныштымыз. Қайырлы таң, қош келдіңіздер дейміз тағы да. Енді Алатау серлері дейді. Әр жақта әртүрлі Instagram парақшаларында, YouTube желісінде өздеріңіздің арнайы Каналдарыңыз бар екен. Танысып жатыр, енді арнамен, көрерменмен, таңмен өздеріңізбен танысайықшы. Серлер, жеке-жеке. Жеке өзіңіз бастайсыз ба? Бастайын. Аха. Армысыздар, менің атым Жаслан болады, фамилиям Сақаев. Осы Алматыда дәстүрлі өнер театры, сонда бәріміз басымыз қосылып, сол жерде осы группа құрылған болатын. Енді қалғандар өздерін таныстырсын. Қысқаша айта өтіңіздер. Ассалаумағалейкум. Менің атым Ексілік Рауан. Талдықорған тумасымын. Осы Алатау серлерінің әншісімін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Есімім Азат болады. Мен Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының тумасымын. Мен де сол Алматыда Алатау дәстүрлі өнер театрының әншісімін. Ал менің есімім Қайырлы таң қазақ елі. Ішіндегі ең кенжесі, еркесі Қуаныш Алтыбаев боламын. Киелі шаһар Түркістан облысы, Төрткүл ауылының тумасымын. Қазір төрткүлдіктер көріп жатса, дұғай сәлем. Жалпы Алатау серлерінің әншісі, солисі, еркесі, кенжесі біз боламыз. Дәстүрлі театрының әншісіміз. Мен өзім таныстырып кетейін, менің есім Ғибрат, әкемнің аты Қорғанбек. Мен сырдың жігітімін, сырлы көмей. Осы топтың ең сұлу жігіті өзім. Енді мына жігітті неге соңын алып қалып отырық? Неге десеңіздер, бұл жігіт біздің тобымыздың жетекшісі. Есімін қазір Жәкең өзі айтады, топтың шығу тарихын, сіздің сұрақтарыңыз бастапқысынан осы жетекшіміз өзі жауап береді. Есім Жаслан, мен фамилиям Мұсағали, бірақ сахналық лақап атым Қазақия. Енді өздеріңіздің қолдарыңызда сан түрлі аспаптарыңыз бар. Бүгінде біздің халыққа заманауи бағытта дәстүрлі әндерді жеткізіп жүрген әншілерсіздер, иә? 6 жігіт бар топтарыңызда. Өзге топтардан ерекшеліктеріңіз қандай? Жанды дауыста орындайсыздар ғой көбіне, иә? Жаңа фонограммамен орындық десің, иә? Көбіне. Біз басым бөлігі негізі жалпы осылай таза дауыста орындаймыз. Ең бірінші айырмашылығымыз, екінші айырмашылығымыз бізде әр өңірдің мектебі қалыптасқан әрбір әншілер, ол бір көмеймен айту үрдісі бар. Барлықтарыңыз айтасыздар ма? Осындай дауыстар бар. Онан кейін көне аспаптарды бір жағынан жаңғырту мақсатында. Біз ансамбль емес, біз әншілердің қолындағы аспапты көргенде ел таңырқап жүрді, сонысымен ерекшеленеміз. Тамаша. Енді Алатау серлері ат қайдан пайда болды? Басында негізі 6 жігіт болған жоқсыздар, иә? 7 болдыңыздар. Біреу ғой? Сері болмай қалды ма? Топ негізі қарқынды жұмыс істегелі, осы 6 жігіт қой. Ол басында кез келген топтың өзі бастапқысы қиын болады ғой. Бастапқы уақытта. Содан 6 адам, 7 адам бірігіп жүру деген ол. Енді негізі топтың құрылғанына негізі шамамен 1,5 жыл 8 ай көлемі.
Қарқынды жұмыс жасап жатқанымыз осы соңғы Иә. 1 жылдық қой енді. 1 жылдық. Аха. Жаман емес соның үшін, соның өзінде, иә? Енді репертуарды қалай таңдайсыздар? Кім таңдайды? бізді ешкім әкеп бермейді мына әнді айтыңдар деп. Оны былай істе, құрметті серілер, бізде шағын жарнама, кейін қандай ән таңдаймыз, барлық стильді жайлы Айта айта өтеміз, кетейік. иә? Қымбат көрермен, дәл қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан ажырамаңыздар. Енді жаңа ән таңдау жайында айтып жатырмыз ғой. Ешкім таңдап бермейді, өздеріңіз таңдайсыздар, ақылдаса отырып, алтауларыңыз отырып шешесіздер, қандай ән айтасыздар. Енді сіздердің жаңалықтарыңыз бар, бейнебаян түсіріп жатырсыздар. Құтты болсын дейік. Рахмет. Қашан жарық көреді? Енді ол жайында көп емен жарқын айтатындай емес, бірақ енді арық сөйлеп семіз шығып солай шыққымыз келеді. Дей тұрған менен осы 1-2 аптаның көлемінде Жоқ, айтыңыз. сау кесіріп халықпен қауышады. Иә, Молдабайдың әні, иә? Қателеспесем. Осы Молдабай еді атамыздың, бабамыздың әнін біраз әншілер орындаған. Кез келген дәстүрлі әншіден сұрасаңыз орындап берді, бірақ ешкім осыған бейнебаянды түсірмепті. Өздеріңіз алғашқы болдыңыздар. Ең қымбат бейнебаян. Иә. Шынымен де ең қымбат бейнебаян. Демеуші бар ма? Демеуші жоқ, біз өзіміз халықтың ықыласын халықтан алып. Енді демеуші жоқ деп былай не қылмайық, енді ағаларымыз бар. Шыны керек. Шынымен де өнер түсінетін ағаларымыз бар. Қолдау көрсететін осы қазақтың өнері ғой деген нағыз қазақтың патриот жігіттер ағаларымыз бар. атындай жомарттары бар баяғы. Жақсы екен. Аузыңызда шыны керек осы қазақ өнерін осы 6 жігіт сен тұр мен атайын деген дәстүрлі әнші жиналғалы бер. Осы топ тарамасыншы сендерге көмектесейік деп жүрген, жанасып жүрген ағаларымыз өте көп. Жоқ емес бар шын. Жақсы екен. Соның арқасында деп ойлаймын, осыдан елден елге, жерден жерге, әйтеуір Аллаға шүкір. Аяғымыз жерге тимей, баяғы серілері болып жұмыс дейсіз. Бізде репертуарда ән көп қой. Сіздерде бір қазақ өнеріне қол ұшын созып бір клип түсіріп берсеңіздер. Ал енді жаңа жанашырларымыз, демеушілеріміз бар деп жатырсыздар. Өздеріңіздің ән өнерінен бөлек, жалпы өнерден бөлек табыстарыңыз бар ма? Қандай да бір жұмыс жасап, қосымша табыс табасыз? Театрымыз бар. Тек өнер ме? Біздің негізі кезіндегі әміре бабаларымыз аңсап кеткен, сол кісілер сара жолды салып кеткен Алматыда тұңғыш Алатау дәстүрлі өнер театры бар. Қара шаңырақ дейсің. Бәріміз сол жерде біз жұмыс істейміз. Елбасымыздың ашуымен іскелі. Ат қою да топқа қиыншылық тудырған жоқ дейсіз ғой, иә? Негізі ол театр бір бөлек, біз енді алар асуымыз, жалпы еңсеміз Алатаудай биік болсыншы, Алатаудың арасыншы деген. Қанаттарыңыз, иә. Жақсы. Енді осы тұрғыда бір ойын болсыншы, әнмен өздеріңізге жеңіл, қиын ештеңе жоқ, алтауыңызға жеке-жеке бір сөзден айтамыз. Сол сөзден басталатын, ары қарай әнмен жалғастырып кету керек. Басталмаса да тіпті сол әнде үзінді ретінде болса, сол сөз. Кез келген сөз айтады. Қайырмасы болса да, аспаппен ойнап бірге болса да бастайық. Кім бастайды, жеке өзіңіз? Әлде біз кез келген сөз айтады, кімнің есіне түседі? Таптаурын болса да, махаббат. Кімнің есіне түсті, кез келген ән? Махаббат гүлі солмайды. Толғайды. Домбырамен алып біраз. Махаббат гүлі солмайды. Екінші сөз, қайық. Болсақ тағы жанатымыз, жүрсек талға қайықта. Ұшқыр қиял кетті ауалыз, бұйырмашы айыпқа. Самал болып толғандырған ай жалқар көлі беті. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбетің қайықта. Шаш. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, көрдім күнімде құлпырып жүршіз. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз, көрдім күнімде құлпырып жүрсіз.
шашы ұзын қыз. Парта. Елесілмен еділді шатастырып картадан, ең алғашқы махаббат басталады партадан. Күндей таза көңілі қардай аппақ парақтан, ең алғашқы махаббат басталады сабақтан. Көз. Сенің көзің түсізден, тұңғиықтан жаралған, сонда жатыр менде жүрген, орындалмас бар арман. Сенің көзің түсізден, гүлден нәр алған, шашың сенің жан баспаған, жапандағы қар орман. Той. Той үстінде тәтті күнде, жашы байлар жат көлінде, ән салайық би билейік, шадықтасын шатты күнде. Бәрекелді. Тамаша Шынымен болсын. бір серпіліп қалған шығармыз. Біз ғана емес, көрермендердің барлығына керемет көңіл сыйлап жатырсыздар, таң атпай, Енді алдағы жоспармен бөлісейікші серілермен. Биылғы жыл осындай халыққа танымал, өздеріңізді таныту, керемет өнердің бар екен, осындай серілердің бар екенін таныстырыңыздар. Алдағы жоспарлар. Енді қойған мақсаттар. Репертуарды жаңарту, енді біз тек қана осы шетелдік қазақ еліне ғана емес, әлем сахнасына, Түркия елдеріне де бару, қазақ өнеріне байқау болады, сонда. Фестивальдер болады. Қазіргі таңда қараңызшы, Димаш Дайдидеумен, кеше Самал Талмен қалай қобызды басында ойнатып құлпыртып әлемге аузына айға қаратып жатыр. Шын мәнісінде негізі қазақ өнерін танытатын осындай қазақтың төл өнері деп ойлаймын. Осыны заманға сай әрлеп, осыны дамытсақ, алты қырдан асатын дауыстар бар ғой, көріп жатсыздар. Иә, көріп отырмыз. Әлемді шулатуға болады. Негізгі мақсатымыз болашақта тек осы қазақ елінде ғана емес, осы өнерімізді әлемге таныту. Болашақта жоспарымыз. Шын жүректен дегендеріңізге жетіңіздер дейміз. Алар асуларыңыз, бағындырар белестеріңіз көп болсын. Енді сіздерден тағы да ән сұрайықшы. Репертуардан бір Тыңдай ән бергіңіз сұрайық. келеді. Қонақ кәде қандай ән орындайсыздар? Біз енді алашымыздың ұраны аспанымызда мәңгі қалықтасын деп, Айшеркен. негізгі адамның өзі ұстануы өнердегі ұстаздарымыздың бірі емес бірегейі Бекболат Қанайұлы Тілеухан ағамыздың сөзіне жазылған ноғайлық композитор ағамыз Арысланбек Сұлтанбек ағамыздың Алаш ұраны деген әнді тартып өткіміз келді. Қаншамызға байладық, рұқсат алдық, соны орындап берейік. Иә. Тамаша. Алашымыз аман болсын. Орта өздеріңіздікі. Орта өздеріңіздікі. Аспаппен ауысып алайық. Арнайы микрофонды қойып алайық. Құрметті көрермен, сіздер үшін міне Алатау серілері Алаш ұраны тамаша әнімен сіздер үшін қабыл алыңыздар. Таң нұрлы болсын деген тілекпен. Ал жігіттер кеттік. Елім дегендер қамын жегендер адал өрімдір намысы қайнағандар ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашың
сермеген қазақ елім сүйініш тасқарын қайсар қалпыңнан айныма мұң арта бер айбарлы асқарым жауыңа мұң арта бер серпілсін аспаның серпіліп көк аспанның сергісін санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы Тамаша серлер, керемет, ән бол керемет, рух керемет, көңіл күй сыйладыңыздар. Сіздерге сәттілік тілейміз. Арман мақсаттарыңыз орындалсын. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт тамам. Күнделікті дүйсенбі жұма аралығында сағат 8:00-де Еуразия арнасы қосылып болсын. Күн жақсы өтсін, тек сәттілік.